алдыңғы сабақтарда бірнеше әндер өтті, жаңа тақырыптармен таныстық. Біз қазір соны мына мен сіздерге қазір ұяшықтарды қоямын. Алдыңғы сабақты еске түсіру мақсатында біз осы ұяшықтардан мен сіздерге допты лақтырамын. Кім допты тосып алады, сол допты тосып алған бала ұяшықты таңдайды. Ұяшық деген сұраққа жауап береді. Үшінші бізде бұлақ тобы. Су тіршілік көзі бөлімі бойынша қандай тақырыптармен таныстық? Су әуені, сүріп тіршілік. Дұрыс. Су әуені, екіншісі өздерінің көркем нақыштары. Соңғы өзі не қалды, ұяшық, соны ашайды, капсарға. Өлең жазамын, композитор. Дұрыс, Қайсар, дұрыс айтады. Қайсар, орында отырмаймыз дейміз. Қол көтеріп, болып тұрамыз, дұрыс айтасыз. Композитор деген ән жазады екен. Жақсы балалар. Біз алдыңғы сабақ бойынша сұрақтарға жауап беріп, біз қандай тақырып өттік, қандай ән өттік, біз оны қорытындыладық. Бойынша тақырып бойынша бөліп бұлақ, өзен, теңіз. Енді сұрақ, теңіз дегенде көзіңе не елестейді? Толқындар көрінеді. Ауыл өмірінде су қандай рөл атқарады? Әмин айтамын. Ауылда су, оның екіншілікке және күнделікті тіршілікке қолданылады. Ал қалада ағаштарды құю, гүлдерді құю үшін қолданылады. Құю үшін ба? Өсіру үшін ба? Өсіру үшін тағынан басқа сөйлейін. Дәуірдің алмайсың. Қалада суды гүлдерге су бөліп, ағаштарды өсіруге қолданады. Ал ауылда тұрмыс-тіршілікке қолданбаймыз ба? Тұрмыс-тіршілікке бірінші қолданамыз, қажеттілігімізге. Және ауылда оның екіншілікке, тұрмыс-тіршілікке, бақшаға. Естіп жүрсің Арал теңіз туралы. Қайдан естіп жүрсіңдер сол тартылу туралы? Біз қазақ тілінде қазақ тілінде өтіңіздер ма? қазақ тілінен жаңалықтардан алуға болады. Енді олай болса біз жатпай, болжау сұрағынан кейін біз бүгінгі тақырыппен танысамыз. Ол бізде айдынды шалқар аралың тақырыбы. Сабағымыздың мақсаты музыкалық шығармаларды бүгін біз талдаймыз, тыңдаймыз ғой соларды. Және негізгі музыкалық ұғымдарды анықтаймыз және оны ажыратады екенбіз. Міне біз оқулықтағы мәтінмен жұмыс жасаймыз. Қазір біріншіден бізде еңбекті отырып қалып, еңбек оқып жүрміз, біріншіден не дейді? Қазір туған жерімізде су мәселесі жылдан жылға қиындап келе жатыр. Келесі, жаңағы құстар болсын, өсімдіктер болсын, барлығына не қажет екен? Су қажет екен. Енді біз аралдың айдын шалқарын тақырыбына берілген біздің оқулығымызда болады. Арал тақырыбы деген әдемі бір Қарасай Шайхановтың күйі берілген, яғни біз соны қазір тыңдаймыз. Дұрыс па? Келесі бізде композитор қандай мәселені көтеріп тұр? Арал теңізінің тартылуы, дұрыс па? Күн ретін жазасыз, сәуірдің 19-ы, тақырыпты жазасыз, аралым айдын шалқарым. Енді қараңыздар, бізде жалпы аралға байланысты шыққан әндер ғана емес, терме де бар екен. Қарасаңыздар, Қарасай Саржанның арал тағдыры күйін біз жаңа тыңдады, көзіміз талдады. Одан кейін біздің оқулығымызда Сейдулла Бәйтеректің арадан ұшқан аққулар берілген. Біз оны қазір үйренеміз. Және өздеріңіз сүйіп тыңдайтын әнші Төлемәлі Төрәлі деген әншіміздің аралым деген керемет әні бар. Аралымның сөздері өте керемет. Мына жастардың білімі теңіздей терең болса екен деген сөздер бар. Керемет. Келесі Нағашыбай Алғашбаевтың аралы деген әні бар. Және Әбілхан Мақановтың аралым айдын шалқарым деген термесі бар. Сіздер бұл жерден бүгінгі танысқан қайсы бізде жазатындарыңыз? Қарасай Саржанның арал тағдыры күйі. Екінші, Әбілхан Мақановтың аралым айдын шалқарым термесін жазып алыңыздар. Және әннен Сейдулла Бәйтеректің арадан ұшқан аққулар әнін тез орындаймыз. Содан кейін біз осы әнді үйреніп, ары қарай сабақтарға шығамыз. Музыкант, Қазақстанға еңбек сіңірген өнер қайраткері екен. Шымкент музыкалық училищесінің құны назардан
Аққулар деген әні берген, иә? Аралдан шыққан аққулар. Және өлеңнің сөзін жаққа айтасыздар, не істелді? Сыймасы жібереді. Ой, жақсы ақбұлақ болып керемет отырамыздар.